Саламатсыздар ма? Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Мен Қоғамды елді мекені нөмір 7 орта мектептің биология және география пәні мұғалімі Тілеуімбетова Сәрсенгүл. Бүгінгі мен әдістемелік нұсқаулығының тақырыбы биология пәнінің оқыту әдістемесі, ізденіс, шеберлік, тәжірибе. Биология тіл табиғат туралы ғылым, тіл табиғат әртүрлі кеңдігі, сондай қазіргі биология бірінен бірі айқын ажыратылатын биологиялық кешенді құрайды. Осыған байланысты оқытылатын әрбір пәннің мақсаты, міндеттері және оқу әдістері болады. Биология оқыту мақсаты қазір мектепте негізінен оқушылардың тәрбиелеу және жалпы оқыту мақсатымен байланысты. Мектепте білім беру мазмұнын қалыптастыруға үлкен маңызы бар мәселенің бірі әлеуметтік жүйелер мен ғылымның жетістіктері болып табылады. Биологияны оқыту әдістемесі бойынша зерттеу нысандары негізінен мектептегі педагогикалық үрдіс болып, ал зерттеу пәні биологиялық пәндер оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі таңдағы ең өзекті деген проблема болып табылады. Мектептегі биология пәні мазмұнына қарай оқулықтар мен бағдарламада жақсы сипатталған білім, біліктілік және этикалық көзқарас ұғымдары кіреді. Жалпы мемлекеттік стратегия жеке білімнің дамуына байланысты. Білім берудің тиімділігі және танымдылықты арту мақсатында білім берудің спиральді құрылымы мен мазмұндау ерекшеліктерінің бірі оқушы өзінің көз алдында басты проблемады ұстай отырып, білімдік мәселелерді біртіндеп кеңейте береді. Биология пәні бойынша жүргізілетін тәрбие жұмыстарының міндеттері: тәрбие беру элементтерінің жүйесі, оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту жолдары, адамгершілік, патриоттық, эстетикалық тәрбие, биоэтика. Оқушылардың дүниетанымы мен ғылыми негізіне қалыптастыруға мектептегі биологиялық білімнің маңызы зор. Биологиялық білімнің тәрбиелік құндылығы оқушылардың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуінде. Жеке тұлғаның жан-жақты қалыптасуына тірі табиғат туралы білімдер үлкен үлес қосады. Биологияны оқыту барысында тәрбие беру элементтерінің жүйесі қазіргі қоғамның жалпы талаптарына сай келеді. Бұл жүйе тәрбиелеудің мынадай элементтерінен тұрады: ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, патриоттық тәрбие, еңбек және экологиялық тәрбие, гигиена-жыныстық тәрбие, эстетикалық және әдептілік тәрбие. Биологияны оқыту әдістемесі: мектепте өтілетін пәндерді оқыту және тәрбиелеу процесс туралы ғылым. Методика оқу пәні мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің формасын, әдісін қарастырады. Методика оқу жұмысына керекті құрал-жабдықтарды анықтайды. Биология пәндерін дұрыс оқыту үшін жақсы жабдықталған бөлме, тірі табиғат бұрышы, мектеп жанында оқу тәжірибе алаңы керек. Биология оқыту методикасы жалпы методика және жеке пәндердің методикасы деп екіге бөлінеді. Жалпы методика лекция түрінде беріледі. Бұл жарастағы пәннің шығу тарихын, алғаш шыққан оқушылар, методиканың даму тарихын, түрлі тәрбиелер, оқыту әдістерін, сабақ, оқу жұмысы ұйымдастыру негізгі формасы. Биологияның арналған сыныптан тыс жұмыстар, биология кабинетін жабдықтау, тірі табиғат бұрышы ұйымдастыру, жабдықтау, мектеп жанындағы оқу тәжірибе алаңын жоспарлау қарастырылады. Мектеп пәнінде биологиялық ұғымдарды дамыту теориясы мен әдістемесі. Жекеленген деректі сыртқы белгілері және қасиеттер жазып, олардың қорыту, жіктеу, эмпирикалық ұғымдарға әкеледі. Оның түсінікпен айырмашылығы шамалы. Бұл деректі жазып алатын білім, ол тек құбылыстардың сипаттауын ғана береді, олардың мәнін ашпайды. Таным тарихында білімдері практика, бірте-бірте теориялық ұғым құрылатын қор болды. Мектептегі биологиялық білім беруде әдетте барлық білім эмпирикалық ұғым қатарына шығарылады. Ұғымдарды дамыту әдістемесі принциптері: табиғи нысандардың немесе олардың көрінісін қабылдаудан, олар жөніндегі түсінікке дейін, түсініктен ұғымға дейін, қарапайым ұғымдардан, күрделі бірнеше элементтен тұратын арнайы ұғымдардан, жалпы биологиялық ұғымдарға дейін. Теориялық білімді қалыптастыру жолы: абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу, шыңнан шығу. Абстрактылық айқын емес, айқын көрінбейтін, бірақ әйткенменде таным нысанын толық анықтайтын, оның жетілмеген ұрықтық формасының бөлшегі. Сыныпта өткізілетін сабақты ұйымдастыру формасының өзіне тән ерекшеліктері бар. Сыныптағы оқушылардың құрамы тұрақты, жас ерекшеліктері бірдей, бір деңгейлі дайындықтары бар. Әрбір сынып өзіне арналып дайындалған оқу жоспарымен істейді. Оқу жұмыс процесі жеке-жеке бір-бірімен өзара байланыста жүретін сабақтардың оқу барысы белгілі бір ретпен бірінен кейін бірі ауысып отыратын үрдіс. Сабақты бастаудағы басты фигура оқытушы. Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру әртүрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану арқылы жүреді. Сондықтан сабақ жүргізудің осындай формасы ең негізі деп есептеледі. Қазіргі кезде мектепте бұдан басқа да көмекші формалары қолданып келеді. Мысалы, сыныптан тыс, сабақтан тыс, үйде орындалатын жұмыстар, консультация, қосымша сабақ, факультативтер, экскурсия, мектеп учаскесіндегі жұмыстар, шеберханалық жұмыстар, табиғат бұрышындағы жұмыстар, тағы басқа. Оқу жүйесінің ұйымдастыру формасы ең басты түрі сыныпта өткізілетін сабақ болып есептеледі.
сабақ процесінде ұйымдастыруы белгілі бір уақыт аралығында жүргізілетін жеке элементтерден кезеңдерден тұратын толық қалыптасып өткізілетін процесс деп айтуға болады. Қысқа түрде жақсы сапалы сабақ берудің басты талаптары мынаған сай болу керек. Сабақты оқу тәрбие процесінің негізгі заңдылықтарына сүйене отырып құрастырып, ғылымның педагогикалық практиканың алдыңғы жетістіктерін пайдалана отырып дайындау. Сабақ барысында дидактикалық принциптер мен ережелердің өзара қатынастарын толық пайдалана отырып іске асыруды қамтамасыз ету. Оқушылардың танымдық қызығушылық жақтарын ескепке ала отырып, оған қолайлы жағдайлар жасау. Пәнаралық байланыстардың артықшылығын белгілеу, анықтау арқылы оқушылардың көзқарасын ұғындыру, жетілдіру. Бұрынғы алған білімдерінің шеберлігіне сүйене отырып, оқушылардың деңгейін жоғарылату. Практикалық білім шеберлігін қалыптастыру және ойлау және іс-әрекетін орындауға дағдыландыру. Әрбір сабақты ұқыпты жоспарлау, болжам саралап, бақылап отырып, дұрыс басқару. Биология сабақтарының құры мен типтері. Биолог әдістемешілер сабақты бірнеше кезеңге бөліп көрсетеді. Жаңа білімді оқып игеруі, оларды бекіту мен тексеру, үй тапсырмасын ұйымдастыру. Сабақ типтері, теориялық жағдайлар мен дидактикалық принциптер және практикасы тұрғысынан келсек, биологиядан сабақтан мынандай түрін бөліп қарауға болады. Жаңа материалды оқып үйрену, білімді бекіту сабағы, талдап қорыту, білімді жүйелеп және оны қолдану, аралас немесе құрастырылған. Танымдық ойындар әдісі нақты жағдайдың көрінісін жасай отырып, арнайы ситуациялар жасау арқылы оның сол жағдайдан шығу жолдарын табуға арналады. Іскерлік ойындар оқушының танымдық қызығушылығын арттырады. Осындай әдістерді оқушы ойындар арқылы іске асырады. Осы ойын кезінде ол өзінің белсенділік қызметін көрсетуге тырысады. Соңғы кездері мектеп қабырғасында да, жоғары оқу орындарында да осы әдісті жиі қолданып, өзінің ретті орнын бағасын алып отыр. Биология пәнін оқыту және процесін жетілдірудің ең басты шарты оқушылардың білімін тексеру болып табылады. Енді оқушылардың білімін бағалау әдістерінде формаларына жеке-жеке тоқтап баға берейік. Ауызша жауап түрінде тексеру арқылы оқушының ақпаратты байқаулармен қатар сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы, сөйлемді құрастыру сауаттылығы, материалды логикалық бір жүйеде түсіндіріп білуге болады. Жауапты жазбаша түрде тексергенде оқушы қатысқан сұраққа еркін, кең түрде жан-жақты қамтып, кейде өзінің шығармашылық шеберлігін де келтіре отырып жауап беруі мүмкін. Биология пәні бойынша сыныптан тыс өткізілетін жұмыстар. Биология пәні бойынша сабақтан тыс оқытуды ұйымдастыру. Оқушыларға білім және тәрбие беруде басты міндет атқаратын оқу процесінің формаларының бірі сабақтан тыс және сыныптан тыс жұмыстар болып саналады. Сабақтан тыс жұмыстар биология кабинетінде, табиғат аясында, оқу тәжірибе алаңында орындалады. Жұмыс тәжірибе өсімдіктерінің гербарийлері бақылау арқылы жүргізіледі. Әрбір оқушы жылына 1-2 жұмысты сабақтан тыс жағдайда орындауы керек. Мысалы, биология кабинетінен пәннен берілген тапсырма суда өсіретін өсімдіктермен тәжірибе жұмысында 2 ай уақыт, оттегінің бөлуіне арналған тәжірибе 3 күн, тамырдың несін анықтауға 2 күн уақыт керек. Қорытындылай келе, қорыта айтқанда, оқушы биология пәнін тиімді оқытушы мұғалімнің үздіксіз ізденісі, кәсіби шеберлігі, жинақталған тәжірибе ұштастыра отырып берумен тығыз байланысты. Қазіргі білім беру талаптары оқушыны дайын ақпаратты қабылдаушы емес, өздігінен ізденетін, зерттейтін, қорытынды жасай алатын тұлға ретінде қалыптастыруды көздейді. Осы әдістемен нұсқаулыққа ұсынылған оқыту әдістерін мен тәжірибелік жұмыстарда мұғалім сабақ үрдісін жаңаша ұйымдастыруына, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға, биологияның білімді өмірмен байланыстыра меңгеруіне мүмкіндік береді. Ізденіске негізделген тапсырмалар, практикалық жұмыстар мен жобалық әрекетте оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытып, функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Сонымен қатар, мұғалімнің кәсіби дамуы бір реттік емес үнемі жетілуді талап ететін үдеріс. Сондықтан да тәжірибе алмасу, әдістемелік қауымдастықтарға жұмыс істеу, инновациялық технологияны тиімді қолдану биология пәнін оқытудың сапасын арттырудың негізгі кепілі болып табылады. Осы нұсқаулықтағы ұсыныстарды жүйелі түрде қолдану нәтижесінде оқушылардың оқу жетістігі артып, экологиялық мәдениеті қалыптасқан, ғылыми тұрғыда ойлай алатын белсенді азамат тәрбиелеуге жол ашады. Биология мұғалімнің кәсіби болашағы, ізденіс, шеберлік және тәжірибе сапалы білім негізі. Тыңдағандарыңызға рахмет.